Сәлем достар, бүгін артық салмақ туралы айтқым келіп отыр. Көп адамдар біз ойлаймыз, біздің ішкен жегенімізге, біздің жүрісімізге бәріне артық салмақ әсер етеді. Содан толып жатырмын, содан азып жатырмын деп. Шын мәнінде не әсер етеді? Шын мәнінде ол өзіміздің ойларымыз екен. Біздің гендеріміз, біздің клеткаларымыз. Яғни біз қалай ойлаймыз, солай болады. Мысалы біз ұдайы біз не ойлап жүреміз? Мен толықпын, мен егер артық салмақ адам болса, мен 70 килограмм толықпын, 60 килограммға азуым керек, мен 70 килограммын. Болмаса арық адам болса, мен 45 килограмм қалай толамын, қалай үйтем деп сондай ойда жүреміз. Бірақ генге былай жазып тастаса, мысалы сіз қазір 70 килограмм болсаңыз, 60 киламын деп жазып, кәдімгідей біліп қойса, кәдімгідей көзіне көрсетіп, соткаңыздың бетіне күнделікті миға сыну керек та, мен 60 килограммын, мен 60 килограммын. Соны миға сіңіріп алса, сол кезде біздің гендеріміз 60 килограмм болу жағына қарай өзгере бастайды екен. Шын менде солай өзгере, ол мен өзімнің басымнан өтті. Мен бұрын бүйтіп жүретін, мен 60 килограммын, өзім сөйтіп жүретін. Мен қалай болам, 55 кило, мен қалай жаздым 55 килограмм деп. И солай менде сондай бір бақыттар пайда бола бастады да, жолдар ашыла бастады. Соған қарағанда жазу деген әсер етеді. Бұл енді генмен байланысты ғой. Осы туралы кішкене сіздерге мәлімет беріп өткім келеді. Сосын тағы бір айтатыным, реніш, уайым, бойдағы бір ыза, ашу да ол бізге әйел адамдарға әсіресе тюң деп май болып жиналады. Сондықтан егер біреуге реніш, бір ызаңыз болса, іште міндетті түрде оның әдістері бар ғой, кешірудің, міндетті түрде жаңағыны бойдан шығарып тастау керек, іште ұстамау керек. Көңілді, позитивті, өмірге қуанып қарап жүрген адам, ол бақытты адам, ол адамда артық майда жоқ, ол адамда бір қалай өз-өзіне риза, тәніне риза адам, негізі өмірге риза адам. Тәніне қуана білген адам, ол өмірге де қуана біледі. Сондықтан сондай позитивті тәнімізге қуанып жүре берейік. Бізді артық салмағымыз мазаламасын. Күндеріңізге сәттілік.